Енді Қазақстанда да бүгін таңертеңнің өзінде міне 2,5 айлық баланы 2,5 айлық болған балада рак шықты. Жаңа туылған бала. Жаңа туылған бала ғой 2,5 айлық бала. Енді адамдардың тұрмыс дәрежесі жоғарылаған сайын ауру азаюға тиіс қой. Неге көбейіп жатыр дейміз де сол. Қазіргі мамандардың зерттеуінде мәселен шаш пен тырнақтан басқа жердің бәрінде рак болғанын байқаған. Әзірге шейін нақтылы бір осыны бір жойып жіберетіндей дәрі өкілі ештеңе тапқырланған жоқ жер бетінде. Рак деген естімесін адамдарда қан арқылы басқа органға өтіп кетеді. Бір органнан бір органға өтіп кетеді. Без арқылы өтіп кетеді, лимба арқылы. Сол үшін мына лимбаны тазалау ракта. Мәселен, сіз өшпені кеңітіп аласыз, лимбаны тазалау деген нәрсе өте маңызды болады. Еуропада мәселен әйелдерін айтатын болсаң, мәселен, омырау рактың мөлшері көбірек. Неге олар мәселен көп президент көрмейді. Құрсақ көтермейді. Көп құрсақ көтермегеннен омыраудың қызметі біреу көрініске, біреу емізу қызметі бар. Азырақ емізеді мәселен. Сау саламет тұрдыңыздар ма, біздің ардақты көрермендер? Жолашар бағдарламасының студиясы болары алдарыңызда болыс Бейбақыт Әлібұлы. Біз Жолашар бағдарламасын осы желіде сұхбат түсіріп жатқанбыз. Бұндағы ойымыз осы шеттен келген қандастардың қазақ еліне келгеннен кейін сіңірген еңбектері туралы көбірек дәріптеу. Осы арқылы шеттегі қандастарды қазақ еліне баурау және жас ұрпақты еңбекке баулу. Бүгінгі қонағымыз ұзақ жыл мына Қытайдың ең дамыған өлкесінің бір мына Шанхай қаласына 8 жыл Қытайда медицина оқып, 26 жыл Қытайдың медицина саласында мықты мамандық бойынша жұмыс атқарған. Енді Қытайда қандастар жақсы біледі. Ариян дейміз, мына автономиялық райондық екінші докторханада бас маман болып, әсіресе осы қазақ аты жаман ауру деп тергейтін рак ауруының маманы Жеңіс ағамыз келіп отыр. Жеңіс ағамызбен бүгін осы жаңағы аты жаман ауру туралы кеңірек тоқталғымыз келіп отыр. Қош келдіңіз Жеңіс аға. Студияда көргенімізге аса қуаныштымыз. Сіздердің осы аурухана осы Астанада, Алматы екі жерде ма сіздердің? Аурухана менің өзім мынау Астана қаласында Данабет деп жеке клиникадамын. Сосын мына жерде Алматы қаласында Еламамет деп клиникамыз бар. Соған бас маман болып, бастысы ота жасау онкологиялық науқастарға, яғни аты жаман науқастарға, рак ауруларға ота жасап жүрмін. Жекелік докторхана сіздердікі? Біздікі жекелік докторхана. Енді ол жердегі мамандардың көбіне мына Еламан клиникасында да төбе Қытайдан келген. Мәселен, ота жасағаннан наркоз болады, ота жасағанда медиктер болады, сестралар. Олардың бәрі де сол Қытайда сол негізінен ота жасау кәсібіне тәрбиеленіп келгендер. Сүйектегі мамандар бар, одан кейін жалпы медицина дейміз ғой, мына әдеттегі геморрой, одан кейін мынау жарық, өт операциясы, ішек операциясы дейді. Осыдан құралған мамандарымыз бар. Енді менің өзім басты мамандығым онкология, рак аурулар. Соның ішінде омырау рак қалқанша безгектірменен отасын жасаймыз, және химиотерапия деген сияқты солармен жасаймыз. Мынау 2015 жылы бір саясат бойынша мынау президент клиника орталығының шақыруыменен Алматыдағы Форматадағы президент клиникасында 3 ай жұмыста болып кеткем сол кездерде. Енді әзірге дейін мынау Қазақстанның 8 клиникасында жұмыс жасадым, операция істедім. Осы жаңағы рак ауру туралы. 8 клиникасында жұмыс жасадым. Енді Қазақстанның онкологиясы да осы 2019-дан бері жұмыс жасап келем, әрбір клиникаларында. Енді Қытайда 26 жыл жұмыс жасадым. Қытайда ғананау автономиялық қалды докторханасы дейді, үріміздегі мен істеген. Ол мемлекет дәрежелі докторхана, яғни Қытайдағы 100 докторхананың біреуі. Онда онкологияны давалау орталығы бар. Енді әзірге онкология дегеніміз мәселен мынау ми қан тамырлары, жүрек қан тамырлары ауруынан кейін екінші орында тұратын онкологиялық науқастар өте көп әзір таралуы. Енді онкология деген нәрсенің басты себебі не деген уақытта мынау радиоактив элементтердің көбеюі, ортаның латтануы. Осындай 80% судың тазалығы болмауы деген сияқты 80% остамады. Одан кейін тұқым қуалау. Мәселен, сіздің әке шешеңіз болмаса, арғы аталарыңызда болған болуы мүмкін. Осындай тұқым қуалайтын жағдайлар болады. Содан кейін ішіп жемектің таза болмауы, химиялық дәрілердің көбеюі,
деген сияқты. Одан кейін мына рухани жақтағы адамдардың басымдылығы. Күйзеліс деген сияқты. Осы сияқты себептер негізінен онкологиялық ауруларға басты фактор бола алады. Енді тұқым қуалау дегенде бұл жөнінде де мәселен біз енді үш адамдарда мәселен апаларында, шешелерінде, қыздарында мәселен омырауырақ болған ауруларды кезіктірдім мен. Қытайда осы жұмыс жасап келдім. 2093 жылда 8 жыл оқыдым. Содан бері міне 40 жыл болыпты. 40 жылдан бері осындай науқастардың бір шамасын көрдім. Шұрпақ тұқым қуалаған ба? Шұрпақ тұқым қуалаған. Енді Қазақстанда да бүгін таңертеңнің өзінде міне 2,5 айлық баланы 2,5 айлық болған балада рак шықты. Жаңа туылған бала. Жаңа туылған бала ғой 2,5 айлық бала. Таңертең кеше келген, кеше қанын онкологиялық қандарды тексерсем, ол негізінен 50 есеге дейін көтеріліп кетіпті. 2 түрлі қанында. Сонымен бүгін кештен оның бір айдан бері бұл жерде диагноз жоқ. Енді самолетпен бүгін кеште Қытайға жүретін болып отыр олар. Енді адамдардың тұрмыс өресі жоғарылаған сайын, сөзіңізді бөлдім, тұрмыс өресі жоғарылаған сайын ауру азаюға тиіс қой, неге көбейіп жатыр дейміз де сол. Мәселен енді былайша айтқанда біздің мәселен кен орындарымыздың ашылуы, мәселен дамыған елдерде әзір сіз бір кенді ашатын болсаңыз, адамдар отырықтасатын жерде 20 километрден астам жерде болу керек. Мәселен біздің Қазақстанда ондай бар ма? Біз мәселен кен орындарын зерттеп көрмедік. Одан кейін мәселен мынау біздегі судың тазалығы қандай? Мәселен судың ішінде де әртүрлі элементтер бар. Менше мынау өлшем көтілмейді судың да. Енді мәселен біздің көктаттарымыз, бидайларымыз, еттеріміз таза болу керек. Басқа судың мәселен ауаның латтануы деген басқалай элементтер мәселен әртүрлі ракқа апарып соғатын. Олардың мәселен көптігі біздің Қазақстанда кен райондары көп. Мәселен ашылып жатқан. Осылардың бәрі де белгілі бір фактор деп ойлаймыз. Қаланың маңайында завод ашылып жатыр. Қаланың маңайында заводтар болған. Мен Қызылордада да жұмыста болдым, барып клиникаларда. Осы жерге барғанда да мен көп адамдардың ракқа душар болған адамдарын көрдім. Мәселен ол жерге Байқоңыр жақын. Одан кейін мәселен ол жақтан уран шығатын жерлер бар екен. Сол сияқты нәрселердің 40-қа келген адамдардың несі түсіп жатыр, тісі түсіп жатыр. Ауру барған сайын жастап барады екен де. Жастап бара жатыр қазір. Сол үшін енді бұған өте бір мемлекет осындай бір тазалыққа қаржы қосу керек, дұрыстап істету керек. Мұнайымыз көп, газ, басқа да элементтердің барлығы бар. Дүниеде бар элементтердің Қазақстанда. Сол үшін Қазақстанда онкологияның мөлшері көп, өзімнің білуімде енді. Бізге де көп адамдар келеді. Алматыдағы мына клиникада келіп жатыр, Астанадағы клиникада келіп жатыр. Ракты енді дауалау деген нәрсе бізде енді мен Қытай елінде болдым, Америкада болдым, Жапония елінде болдым мәселен. Солардың да барлық нәрселерін көрдім. Енді Қытай елінде өзім жоғары санатты дәрігер болып істедім ол жерде. Шанхайдағы енді Қытайда ең дамыған жер. Ол жерге үнемі барып тұрам, жиналысқа да, ота жасауға да. Менің сол жерде курстастарым да өте мемлекеттік дәрігерлер, халықаралық дәрігерлер отыр. Солар менен тәжірибе алмастырып тұрам. Енді мынандай бұл жалпы дүние жүзінде етек алып бара жатқан дүние ме, жоқ сіз негізінен біздің Қазақстанда дүниеге етек алып бара жатқан дүние. Дүниеде мәселен енді бұрын науқастар бұрын әзірге мынау ми қан тамырлары мен жүрек қан тамырлары ауруынан кейінгі көп таралып жатқан ауру. Бұл нешеге бөлінеді ал енді бұл жалпы рак науқасы жаңағы адам жалпы неше мүшесінде пайда болады? Ол енді мәселен біздің енді қазіргі мамандардың зерттеуінде мәселен шаш пен тырнақтан басқа жердің бәрінде рак болғанын байқаған. Шаш пен тырнақта. Енді материалдарда солай жазылады. Шаштың рагы, тырнақтың рагын көрмеген. Басқа жердің барлығында рак. Менде де біраз материалдар бар, дамыған елдерден алып келген. Онкология туралы жазылған. Ағылшынша материалдар, қытайша материалдар. Осылардан көріп отырамыз. Мәселен, көбінде халықаралық жиналыстар болады Қытайдың. Ол жерде курстастарым бар, Америкада курстастарым бар. Солардың менен байланыс жасап тұрам. Қазақстанда кейбір материалдарын көреміз. Енді рак ауруларын дауалау деген нәрсе мәселен біріншісі ота жасау мәселен бастапқы мезгіл болса. Операция жасау дейміз ғой енді. Одан кейін оның қасиетіне қарай отырып, мәселен химияға сезгір емес пе?
Аналық ба, аталық ба деп тағы бөлінеді. Ішінен, жыныстық жағын бөлінеді ғой. Соның бәрі мәселен биопсия дейді, иммуногистохимия деп айтады енді бұлар. Қытайшада мейізуға дейді, соны ажырату керек дұрыстап. Соны қарап отырып, химиялы дауалауды отаның алдында бере ме, жоқ, кейін бере ме, соны қарайды. Одан кейін мәселен безлерде өтіп кеткен жағдай болса, лимба түйіндеріне сәуле терапия алатын жағдай болады. Одан кейін мынау таргетсіз терапия деген бар. Таргетсіз терапияға бұл түсе ме мәселен. Осыған рак ауруларының барлығы түсе бермейді, көп мөлшердегі түседі. Оны да сондай иммуногистохимия деген тексеру бар, сол бойынша тексеріп алып, таргетсіз терапияның дәрілері өте қымбат болады. Қымбат дәрілер мәселен жылына неше жүз мың долларға дейін дауаланатын жағдай болады. Енді Қазақстанда да таргетсіз терапия жүріліп жатыр. Оның да біраз омыраудағы науқастарға істетіп жатырмыз, басқа да науқастарға істетіп жатырмыз. Енді мемлекеттің қаржысына қарай, дамыған елдің жағдайына қарап, өзінің қалпына қарай. Бұл біршама жақсы дауалау. Таргетсіз терапия, ол дәрімен дауалау. Одан иммунеттік дауалау дейді. Иммунеттік дауалау енді оны да негізінен Еуропа елдерінде, мына Қытай елдерінде біршама дамыған. Иммунеттік дәрілер де қымбат. Біздің енді Қазақстанда оны енді жазып шығу, иммунеттік дауалауды әзірге дейін енді дәрі-дәрмектерді өздері шығару ондай көп емес басқа елдерде. Одан кейін шөп дәрілермен дауалау. Мәселен, шөп дәрілермен дауалау негізінен айтқанда бізде жоқтың қасы әзір. Қазақи шөптер. Өскеменде біздің енді бір ағаларымыз бар, сол жерде тұрып жатқан. Шөппен айланысқан. Бұрын Қытайда да осындай шөппен айланысып келген адамдар болатын. Біз Өскеменге бардық. Өскеменде 4000 қанша шөп бар екен. Соның ішінде 2000 қаншасы дәрі екен. 2000 қаншасы дәрі шөптер мәселен. Батыстың дәрілерінің көбі де шөппен не қылады, шөптен жасалады. Енді осындай жағдайда біз осыны игере алмай отырмыз. Енді ол кісілер мәселен осы шөптің ағылшыншасын, қытайшасын, қазақша атауларын барлығын біледі. Мәселен енді ол кісілер өздері жекелік осындай сол жерден үй салдырып, шөп жасап қоятын неменелер скратч салдырып, соны даярлап шөбін жинап отыр. Ал кей шөптер қыстың күндері шығады. Дәрі шөптер, қасиетті шөптер, дәрілік қуаты күшті. Ол бір 15 күн ғана тұрады екен ол шөптер. Сол 15 күнді уақыт ұстап бұл кісілер оны тауып алады. Енді осындай нәрселерді зерттеу керек. Әзірге шейін нақтылы бір осыны бір жойып жіберетіндей дәрі өкілі ештеңе тапқырланған жоқ жер бетінде бұдан. Рактың енді мәселен сізге химия алсаңыз, химиотерапия берген кезде омырау рактарға жақсы болған кезде ол жоғалып кетеді. Мәселен 2 сантиметр, 3 сантиметр өспелер мен өз басымнан өтіп жатыр. Осы Алматыда да бар науқастар. Осының химиясын дұрыстап талдағаннан кейін жоғалып кетті. Ал осыны мен отасын жасаған кезде қайтадан кесіп биопсия жасайтындар оның таба алмады ол жерді. Рагын таба алмады. Қол қылынбайды, көзілмейді мәселен. Енді бұған өте бір биопсия жасайтын адамдардың тәжірибе керек, мықты тәжірибе керек. Рак деген нәрсе мәселен адамдарда қан арқылы басқа органға өтіп кетеді. Бір органнан бір органға өтіп кетеді. Без арқылы өтіп кетеді, лимба арқылы. Сол үшін мына лимбаны тазалау ракта. Мәселен сіз өспені кеңітіп аласыз, лимбаны тазалау деген нәрсе өте маңызды болады. Сол үшін мәселен лимбаны сіз дұрыстап тазалай алдыңыз. Мәселен бір қолтықтың ұзына тапқан кезде біз Қытайда ота жасаған кезде 45-50 нешеге дейін лимбалар шыққан жағдайлар болған. Мәселен, оның ішінде көбі лимбалары, мәселен, оның ішінде бірнешеуіне, 5-еуіне, 6-еуіне өткен болуы мүмкін рак. Әдетте метастаз деп айтады бұл жерде. Соның мәселен 5-еуіне, 6-еуіне өткен болуы, қалған 40 нешесі сау болады. Бұның өз біреуі ота жасаған доғдырдың қабілеті. Ал енді біреуі сіздің биопсия жасайтын доғдырлардың қабілеті. Олар соны сіз жасап бергеннен кейін, ол екеуі екі бөлім болады. Апарғаннан кейін сізге дереу оны қолтықтағы лимбаларды іздеп табады. Іздеп тапқанда енді Қытай елінде жүргенде мен медицина жақта істегенде олардың мынандай биопсия жасау, иммуногистохимия жасау қабілеті өте дамыған. Қазір аудандарға дейін кішкене, аймақтарға дейін барып өте жақсы дамыған. Енді бұл жақтарда мен өзім Қазақстанның 8 клиникасында ота жасадым. Биопсиялық жақта, иммуногистохимиялық жақтан кішкене сәл дамытуға тиісті жерлер өте көп болып отыр. Мәселен, уақыты тез, жарты сағат ішінде диагноз шығарып береді сізге. Сіз соған қарай отырып, бұны қалай кеңітіп жасау керек пе, жоқ лимбаларды қайта тазалау керек пе, осыны не қыласыз. Біздікі енді біраз уақыттарда жетіспейтін жақтарымыз мол. Енді бұның қайсы органнан шыққан осы өспелер ең қатерлі?
Мәселен бізде енді әзіргі жағдай астында міне мынау бауыр менен мәселен ұйқы безі дейді мәселен. Оны енді көбінде бауыр менен ұйқы безі рактарды көбінде енді орнына қарай өтіп оны осылардың мәселен рактың атасы деп аталады мәселен кейде. Yani атасы деген сөз рак ауыр келеді деген сөз ғой енді мәселен. Әсіресе мынау ұйқы безінің рактары өте біршама қиын болады. Енді ол рактарды мәселен сіз мәселен омырау рак десе де омырау рактың нешеге бөлініп кетеді. Мәселен оның аталығы болады, аналығы болады. Одан кейін оның мәселен сіз анау микроскоппен қараған кезде оның неше түрі болады. Биопсиялық жақтан айтқанда. Соған қарай отырып сіз мәселен оның қаншалықты мәселен стадиясы қаншаға барады, мәселен дәрежесі нешінші дәрежеге барған. Соған қарап білесіз. Мәселен бірінші неде тұрса корректоры бірінші дәрежесінде тұрса ол ең төмен болады. Оның арты жақсы болады, екінші дәрежесі болады, үшінші дәрежесі болады. Төртке барғанда ол ең кешіккен жағдай болады. Соңғы метастаз өткен жағдай болады. Ал біздің елде болып жатқан жағдайда басқа елдерде мәселен осындай ол өмір ғой мәселен. Сіз оның 4-ші стадиясына барғаннан мәселен 2 жылға дейін не болмаса 5 жылға дейін созып берсеңіз де болды. Осындай жағдайға келгенде басқа елдерде осыны қалпына келтіру мәселен орталықтары бар. Былайша айтқанда қайтадан химиотерапия жасап, немесе басқа таргет терапия жасап, иммуноттық давалау дейді, шөп дәрілермен давалау дейді, осыларды алып барып бізде бұндай жағдайлар кемшілік бар бізде. Біздің 4-ші стадияға барғанда 4-ші стадияға барыпты. Енді бізде амал жоқта тастап қоятын жағдайлар бар. Сосын басқа елдерге, мәселен Қытайға, Кореяға, Түркияға деген сияқты, Германияға деген сияқты көп кетіп жатқан жағдайлар бар. Оның өзі қаншама кейбіреулер үйін сатады мәселен. Бір үйдің өзі қанша $100,000 сондай болып кетіп жатқандар бар. Немесе халықтан ақша жинайды. Жылу жинау арқылы барып жатқан жағдайлар бар. Ал енді кейбір елдерде мәселен бұның бәрін бизнеске айландырып алған жағдайлар да бар. Мәселен ешқандай нәрседен қолдан келмейтін жағдайларды жасап жатыр әзір. Басқа елдерге кетіп жатыр. Ортада делдар болып жүргендер де бар соған. Бұны енді дұрыс көзқараспен болу керек. Енді әдетте науқасты жалпы беттік еткенде тірі қалу мөлшері қанша процент болады әдетте осы рак ауруын әдетте? Мәселен рак аурулардың мәселен мен айтсам енді мәселен қалқанша безі ракты айтатын болсам оның енді биопсиялық жағдай айтқанда 4 түрлі болады. Оның тез келетін түрі болады. Тез келетін түрлері мәселен 1 жылдарда кетіп қалады. Ал оның мәселен кейбіреу мәселен рак болғанмен мәселен ұйықтап жатқан рак деген түрі болады мәселен. Жалқау рак деп мәселен. Ал ондай рактардың мәселен біз енді мынау жаңадан жұмысқа шыққан кезде 93-ші жылдардан бастап араластық бұл жұмысқа. Осылардың әлі тірі жүргендер бар, осы неше жыл мәселен. Оның ана биопсиялық қасиетіне қарайсыз. Ол анау корректор ұқсамайды, корректорлар еді. Жай корректор. Мәселен бірінші стадиясы болса, одан кейін рактың өткір түрі болмаса, одан кейін операцияңыз өте таза істелсе, ота жасаудан сәтті жазылған жағдай болса, онда ол 30 жыл, 40 жыл, мен енді жұмысқа шыққаныма міне биыл есептегенде 32 жыл болыпты. 32 жылдан бері тірі жүрген науқастар да бар. Ал өз қолымнан Қытайда тұрғанда жұмыс істеген мәселен біраз омырау рактар жүр, қалқанша безі рактар жүр. Ол мәселен әзірге міне 2007-тегі 18 жыл болған адамдар бар әзір. Біраз апайларымыз бір 60 жасында істеп 78-ге келді әзір. Одан кейін тағы бір көзқарас бар мәселен біз мұсылман халық болғаннан кейін қазақ халқы көп балалы болғанын жақсы көреді. Кейде мәселен 30 жастағы әйелдер омырау рак болып қалады. Ал енді бұл жердегі бір нәрсе не біздің парқымыз. Мен Қазақстанда мәселен 3 адам әзірге дейін осындай рак болғанда бұл жерде енді көзқарас мәселесі. Бұл жерде бала алуға болмайды деп тоқтатып тастаған. Бұл сені раксың, бала алуға болмайды деп. Бірақ кейін мынау Шанхай қаласында халықаралық жиналыс болғанда осыны мен арнайы қойдым. Ол кезде бүтін Америкадан, Жапоннан, Германиядан келген мамандар бар. Сол кезде отырып омырау рак алуға болмайды емес, давалау түгесі оның қасиетіне қарап алуға болады деді. Сен мынаны тексер деп. Соны қарасам олар 5 жылдық анандай химиотерапия, анандай гормондық давалау, ішкі секрециялық давалау дейміз мәселен. Осылар түгеген, сонымен келгеннен кейін мен Қазақстанда осы врачтарға доғырларын араласып, осындай басқару жүйелеріне барып, мынау рак болғанмен мынаны алуға болады деп мен өзім осыларға не қылып, сонымен олар бала алды 10 жыл болды.
10 жасқа келіп қойды. Бала да жақсы жағдай, анасының жағдайы да жақсы. Осы Астана қаласында да бар, ондай Қарағанды қаласында бар, міне Алматы қаласында бар. Онда науқастарымыз бар әзірге дейін. Біз енді қазақтың танымсыздығында бұл жаман ауру деп әуел атында атамайды ғой, рәк деп тергейді ғой, жаман ауру, үлкен ауру деп. Оған електен ол бір тажал секілді, келді бітті, әкетеді деп ойлайды да. Анау ерте көңіл жақтан беріліп қоятын секілді ма деп ойлаймын осы. Сонда жаңағы мынаның өзіме танымсыздық қаншалық үміт сыйлайды да, енді сондайға тіпті ұшырап қалған мына көрермендеріміз болуы мүмкін. Солар ары қарай емделудің жаңағы мүмкіндігін өткізіп алмай емделу керек қой сонда. Анау өлімдері бітіп жылап еңіреп, бірақ өзі тастай салады ғой жағдайда. Одан кейін давалау бір түрі мәселе мынандай психологиялық давалау мәселе. Адамды психологиялық жақтан, рухани жақтан көтеру керек. Өзіне сенімділік айтатын болса мәселен, оқшаш бір адамдар болады мәселен, екінші стадиясында немесе үшінші стадиясында тұрған. Олардың кейде арт жағы оқшамайтын жағдай болып қалады. Өмір сүру мөлшері. Сонда енді кейбір олардың өзі рухы берік болады. Қайратты, ирадасы берік адамдар да. Соған қарай отырып, адамдардың рухани жақтан бұны жігерлендіру керек. Осындай жағдайлар көп. Осы сырқаттың енді алғаш пайда болған жалпылық сипаттары қалай? Енді жалпы сипат дегенде мәселен, сіз енді бұл дененің бетінде мәселен жаңа айтып жатырмыз, мынандай шашпенен немне тырнақтан басқасының бәріне деп. Енді мәселен дененің бетінде пайда болатын өшпелер мәселен терінің астында. Мәселен, оны сіз өзіңіз көре аласыз, ұстай аласыз мәселен. Енді мойындағы қалқанша бездерде кейде мәселен ұстай аласыз. Енді омыраудағы нәрселерінде мәселен моншаға түскен жағдайында басқа болған кезде өзі не қыла алады мәселен. Енді көбі мәселен науқастардың кейде оның белгілері болмайды. Мәселен, сол өткізіп алатынбыз ғой. Мәселен, УЗИ аппараты дейміз. УЗИ аппаратына мәселен жалпылық тексеріліп тұрса мәселен, жарым жылда, бір жылда бір мәселен. Жылына былайша айтқанда дамыған елдерде қалқын, мәселен, әсіресе Жапонияда дамылды бұлар. Бұлар негізінен айтқанда жарты жылда бір қалқын бірақ тексеріп тұрады. Тексерістен өткізіп. Ал Қытайда да бір жылда бір, мәселен, толығымен тексеріп отырады мәселен. Әрқандай өздерінің органдары болады, қызмет органдары сол бойынша, немесе мектептер болады, немесе басқа жұмысшылар істейтін заводтар болады, барлығында өткізіп тұрады. Сол уақыттарда көбінде пайда болған алғашқы мезгілінде. Бұл деген нәрсе көп ауыртпайды әдетте. Екінші стадияға барғанда, үшінші стадиядан бастап бұл ауырта бастайды. Мәселен, ашқазан болса, өңеш болса, тамақ ішкенде қағат деген сияқты. Тамақ жақсы өтпей қалатын жағдай болады деген сияқты. Ал енді ашқазан болса, ашқазан ауыртады мәселен. Енді бауыр болса да мәселен, бауыр деген нәрсе адам денесіндегі ең жоғары ас қорыту безі. Ол асын қорытылмай қалғаннан кейін сіздің өзіңізге белгілі болады да, тамақ жеуіңіз, ұйқыңыз бәрі дұрыс болмай қалады. Соны қарап отырып, бұны клиникалық белгілеріне қарап сіз тексеріп аласыз енді. Одан кейін бір анкор-мокор дейді мәселен. Ракқа қарсы қанның анализін алдыру. Мәселен, кеше келген 2,5 жастық бала. 2,5 айлық бала мәселен. Осының өзін біз анкор-мокорден таптық мәселен. Бірақ мойында лимбада шығып тұр, көрініп тұр. Қатты ұстасаңыз. Сонымен ойлап оны тексердік. Тексерген анкор-мокорды міне 50 есеге дейін көтеріліп кеткен. Ол 50 есеге дейін көтерілу деген оңай шаруа емес. Не деген жастап кеткен емес, сонда жаңа туылған балада болу деген нәрсе ол іштен пайда болған қалай? Іштен пайда болған дүние ғой. Сонда анасында сондай науқас бар болып қанмен келген? Анасында жоқ. Анасында жоқ. Мәселен енді кейбіреулер мәселен жаңа айтып отырмыз тұқым қалау дейміз. Арғы ата-аналарында болған болуы мүмкін. Енді мәселен жаңа құрсақтағы бала кезде болып жатқан, өсіп жатқан кезде кейбір мәселен радиоактивті элементтер мәселен ол анасына тәсір болған, балаға тәсір болған жағдай болуы мүмкін. Осындай нәрселер себептерден болады да. Содан шығып қалады екен ғой, Алла сақтасын. Ерен жастап кеткені рас. Ал енді одан бізде міне бір нәрсе бізде жасы келген адамдар мәселен 70-тен асқан адамдар болады көбінде. Енді ол 70-тен асқан адам деген нәрсе әзір ол жас деген нәрсе бір нәрседен денсаулықтың несі деп айтуға болмайды мәселе. Кей адам 70-ге келген денсаулығы жақсы болады. Бірақ бұл адам рак болып тұр. Рак болып тұрғанмен оны 70-тен асқан екен деп енді кейбір жерлерде мәселен не сәулетерапия алмай, не химиотерапия алмай, не ота жасатпай адам кетіп жатқан жағдайлар бұл жақта мен өз басым көп көріп жатырмын. Жасы келді ғой деген секілді. Ал мен Қытай елінде жұмыс жасағанда біз осы 93 жастағы адамдарға дейін істедік отаны. Енді оның бәрі қалай дегенде жалпы мамандардың мәселен бірлесіп мәселен мамандықтардың мәселен наркоз бар, одан кейін мәселен жүрегінде ахуал болса, диабетте ахуал болса, иә болмаса қан қысымда ахуал болса, сондағы врачтар келіп бізге отаға бірге шығысып соны қарап отырады мәселен.
Ол енді жалпы клиникасында мәселен осындай бақылап отырады екен, мамандар тобы. Мамандар тобы бақылап отырғаннан кейін ол сізде отаңыз әлбетте сәтті болады. Алаңдамай сол Сол үшін енді жуықта мен не қылсам мәселен ана Қытайдағы бір онкологияда 98 жастағы адамдарды істепті. Бір мен өзім 93 жастағы адамды көрдім, өзім қатынастым отасына. 98 жас деген енді ғасыр жасадағы ота жасау деген нәрсе ол бір мемлекеттің медицинасының дамығанын көрсетеді. Сол үшін бізде осындай нәрселерді қолға алуымыз керек, жас емес. Мен өзім осы жерде келгенде міне 67-68 жастағы адамдардың жүрек соғуы 53 дейді. Жүрек соғуы 53 деген нәрсе ол болады даулауға. Енді осындайларды сәулетерапияда бермей адамдар 3 айда кетіп қалды. Көп қызмет жұмыс жасадық, бірақ енді бізді осылай дегеннен кейін сонымен кетіп қалды. Ал енді экономикалық жағдай жақсы болса, мәселен көрші мына Қытай еліне көп науқастарды жіберіп тұрамыз. Ол жерде мәселен бұндай науқастарды қоя бермейді. Әркез давалайды. Белсенді түрде давалайды. Біз енді біраз серт қосып қалып баратын жағдайлар бар бұл жағынан. Бізде енді кемшілік бұларды өзгертуіміз керек. Мәселен министрлік органдар, мәселен денсаулық сақтау министрлері бар, мамандар бар. Осылардың барлығын дамыту керек. Медицинаны дамыту керек осының бәрін. Енді бұл сырқат мына өңірлік ерекшелік ала ма? Мысалы бұл адамзатқа ортақ па, жоқ мысалы Еуропада бауырра көбірек болса, Жапонияда өкпе, Қытайда жаңағы асқазан деген секілді өңірлік сипат алатын жағдай бар ма? Мәселен біз өңірлік терапияны мәселен бізде қазақ ұлтында мәселен өңеш қылтамақ дейміз ғой. Өңеш нәсілдер көп болады. Өңеш пен асқазаннан көбірек болады. Неге? Енді мамандардың зерттеуі мәселен. Біреу біз мәселен ыстық нәрседен көп не қыламыз. Ыстық шай мәселен, шайдың болса да ыстығын, әрқандай нәрседен ыстығын деп. Ал екіншісі бізде мәселен біздің еттеріміз көп ақсақтырады. Сүрлейміз мәселен. Сүрлеген ет. Сүрлеген. Көкшалып кетеді ғой. Әзір жағдаясында мәселен сүрлеген еттердің де белгілі мөлшерде Қытай жақта көп зерттелген бұл. Мәселен қазақ ұлтының несінде. Сонда олардың шығарған қорытындыларын, мақалаларында мен көргем. Енді кейбір нәрселерге материалын бізде жинасып бердік. Мәселен, қан тексереді ол кезде қазақ ұлтының. Одан кейін өспенің үлкен кішілігін тексереді деген сияқты. Сонда құрған қорытынды. Сонда біздің мәселен ұлттық тағамдардың да біз тұрмыстану әдетімізбен енді тамақтану тұрмысына қатысты екен ғой. Иә. Соған өте көңіл бөлуіміз керек. Енді оның үстіне әзірме тамақтанда да мәселен не қылған кезде химиялық шөп дәрілерді беріп семіртіп жатқан малдар да бар мәселен. Енді олардың да белгілі дәрежеде не қылатын жағдай болады. Қытайда сол негізін айтқанда, мына Қытайдың Хэнан өлкесі менен осы Шинжаңдағы біздің жасаған жерде мына осы бізде Қытайда мәселен Шинжаң өлкесі қағырлау өңір, анау бір теңіз жағасында сол екі жерде мәселен өңешірақ көп болады. Ал екеуінің олардың да мәселен жеген тағамдарында өзгеріс бар екен. Олардың да. Мәселен ортақ зерттелген ғой, өңешірек деген нәрсе. Біздің енді қазақ халқында мәселен, енді ол жақтарда ащы нәрселерін көп тұтынады. Сол үшін ащы нәрселердің кейбір, одан кейін анандай қақталған нәрселердің, ыстық нәрселердің мәселен тәсірі болады. Еуропа жағында қайсысы басымырақ болады екен? Еуропа жағында мәселен енді Еуропада мәселен әйелдерін айтатын болсаң, мәселен омыраурақтың мөлшері көбірек. Неге олар мәселен көп президент көрмейді. Құрсақ көтермейді. Көп құрсақ көтермегеннен омыраудың қызметі біреу көрініске, біреу емізу қызметі бар. Азырақ емізеді мәселен. Осындай бар. Одан кейін мәселен олардың дене салмақтары ауыр біршама. Осындай жағдай астында ол көптеген омыраурақ мәселен Еуропада, Америка әйелдерінде біршама көп. Бізбен салыстырмалы түрде айтқанда. Сонда бұл өңірлікте климатпенен, жалпы тамақтану әдетімен, тұрмыс әдетімен осымен қатысты болуы сонда әрбір ұлттың, әрбір мемлекеттің деген секілді. Қалқанша безракпен шұғылдан қалқанша безрак деген нәрсе енді әзір көбейіп кетіп жатыр. Бұл қалқанша безрак, қалқанша бездің қызметіне дегенде қалқанша без иммунитетті теңшейді негізін айтқанда. Сізді мәселен қалқанша бездің екі жағын бірақ алып тастайтын болсаңыз иммунитетіңіз төмендеп кетеді. Өте төмендеп кетеді. Мәселен қалқанша без ауырған аурулар мәселен сіздің шаршап тұратын жағдай, кейде мәселен ұйқыңыз жақсы болмайтын жағдай, қол аяғыңыз мұздап тұратын жағдай деген сияқты осындай жағдайлар болады. Сол үшін қалқанша безрак деген нәрсе бір
адамдардың иммунитетіне қатысты. Бірақ бұл енді. Оның көбіне әдеттегі жағдаясында енді қазір одан кейін бізде міне Қазақстан елінде мәселен тұзға йод қосу керек енді аз мөлшерде. Мәселен йодтың жетіспеушілігі деген нәрсе де бір мәселе. Мәселен тұзға йод қосып қойсаңыз енді тұзды енді анда-мында тұтынасыз, йод да жақсы болады. Қалқан семізді белгілі мөлшерде қорғауға болады. Йод қосылған тұз деп мысалы Қытайда арнау сатылады ғой, Қытайда қосады ғой. Қытайда соған болады екен ғой, иә, соған болады. Бізде мәселен енді ондай нәрселермен йод қосылған тұзды көрмедім Қазақстаннан. Енді бар болу керек, мен көрмедім оны. Енді бұның пайда болу жолдарын айтып, бұның сақтану жолдары, енді жалпы беттігіне айырым тоқталшы, мына рәкті мынандай жолдар болса, мүмкін сақтануға болады деген секілді. Енді сақтану жолын айтатын болсаңыз, сіз мәселен біреу сіз өзіңіз мәселен ата-ана болған адам, мәселен ұрпақтарына тұқым қуалау, бізде осындай науқас бар ма? Мәселен, осындай нәрседен сақтану керек. Бұл бірінші мәселе. Одан екіншісі мәселен бір жылда бір мәселен аз дегенде сіз әрбір органдарыңызды тексеріп отыруларыңыз керек. Ерте байқау керек. Ерте байқау керек деген сияқты. Одан кейін сіз мәселен мынандай ішімдікке, мәселен біздің өзіміздің тамағымызға мәселен көңіл бөлу керек. Бұл енді адам денсаулығына ең зиян нәрсе деген уақытта кеш ұйықтау, ұйқысыздық. Бұл енді ең зиян адам денесіне. Одан кейінгі нәрсе екіншісі көгерген тамақтар, уақыт өтіп кеткен тамақтар. Одан кейін адамға зияндысы үшін арақ шарап. Сол үшін осындай мәселе адамның көңіл күйі, ұйқыны жақсарту деген өз адамдардың денсаулығына өте пайдалы дүние. Нашар әдеттерден арылу керек, сол арқылы мынау. Одан кейін мәселен кен райондарынан алыс жерде болуымыз керек. Түгел. Енді жаңегіде бір сұрағым неменеміз айтып кеттік, арасында бір жауабымызда сол жаңегі омырау рагы да көбейіп жатыр ғой, жаңегі сол аз құрсақ көтерумен баланы аз емізумен де қатысты болды. Осы үнемі айтылып жатқан әңгіме ғой, жаңа айтып кеттік. Соны тағы бір толықтай келсең, сонда енді бұрын азырақ болатын да, бұндай тіпті естімейтінбіз де бұрын. Өзі негізінен қазақтың ортасында қылтекең деп айтатын, қылтамақ. Содан басқа өзі рак ауруы дегенді біз көп ести бермейтінбіз. Кейін бұл етек алып кетті ғой. Сонда жаңағы аз құрсақ көтеретін болып кетті ғой. Мәселен енді кеш үйлену, кеш президент көру дегеннің өзі, президент көру, бала көру, кеш бала көру. Осының өзі де сізге зиян болады. Одан мәселен құрсақты көп тастайды мәселен. Баланы алмайым деп тастайтын жағдай, дәрі тастау. Осылардың барлығы да адам өрбу жүйесінде сондай әйелді өрбу жүйесінде көп қой, сонда жатырында деген секілді сондай жаман аурулар. Одан кейін мәселен тұқым қуалау деген сияқты. Одан кейін жаңа сияқты азық-түлікке көңіл бөлу керек, уақыт өтіп кеткен тамақтарды жемеу керек, кен райондарында байқау керек. Үнемі денсаулығыңызды тексеріп тұруыңыз керек. Одан кейін бір жылда бір адам денсаулығын тексеру керек. Осылай алдын алуға болады. Ал енді Қытай жақтағы клиникалардың көбінде мәселен аурудың алдын алу орталығы, одан кейін клиникамен давалау, одан кейін оқыту деген мәселен студенттерді тәрбиелеу, төмен дәрежелердегі клиникаларды жоғары дәрежелі клиникаларды тәрбиелеу, одан кейін зерттеу. Мәселен клиникалық зерттеу орталықтары біздің Қазақстанда жоқтың қасы. Янжусо дейміз ғой, мәселен зерттеу орталығы мәселен сіз олардың бәрі мәселен ауруменен төте мынандай ауруды төте көрмейді. Бірақ зерттеу орталығы сіздің мынандай клиникалық доралар арқылы сіз оның қанын не болмаса анандай УЗИ, КТ, МРТ деген аспаптарды арқылы оны зерттейсіз. Одан кейін жаңа сияқты биопсия деген сияқты мәселемен оны зерттеп барып мәселен оның қандай farқы бар мәселен. Бірінші стадия мен екінші стадияның қандай farқы бар. Осы арқылы зерттеу орталықтары көптен ашылатын болса бұл. Бізде енді өзімізде де мен айтсам біздің жолдастарымыз осы Астана қаласында тұрғанда Қытайдан келген. Солар мәселен жүрек ауруларын зерттеу орталығын бірінші рет ашты. Қатынасты, соны басқарды. Енді одан басқа зерттеу орталықтарын мен толықтай көргем жоқ. Жүйеге түспеді. Жүйеге түсіп, бұларды енді дамыған елдерде барлығында зерттеу орталығы бар. Мәселен біз Үрімжіде істеген клиникада 4-5 түрді зерттеу орталығы бар. Балаларды зерттеу орталығы, әйелдер зерттеу орталығы, онкологиялық зерттеу орталығы, мәселен жүрек қан тамырларын зерттеу орталығы деген сияқты. Сондай зерттеу орталығы бұл айырым болады. Бір жағы тәжірибе арқылы осындай дамыту керек. Мемлекет қаржы шығарып бұларды дамытатын дүние. Сонда енді жаңағы Қытай медицинасында ұзақ жыл істедіңіз, сонымен осы Қазақстанға келіп осы салада жұмыс атқарғандағы байқағаныңыз осындай бір кішкене
аз жетерсиз жагы бар болду го. Энди Иә, кичкене бар, артыкчылыгы бир бар, жакшы бар. дамыган жактары кай жагынан бар эndi элимиздин өзүбүз. Енді бізде әзір қалай десеңіз, енді мен не қылсам, бұл әзір бізде Европаның дәрілері жақсы келіп жатыр. Европаның дәрілері. Ал Қытай жақта енді әзір Европаның дәрілері азайды. Химиотерапия алған, ота жасап сол жаққа барғандағылар бар. Бірінші химиясын сол жақтан алса, қалған химияны осы жақтан алыңдар деп. Өйткені Европаның дәрілерінің сапасы біршама жақсы болады. Біздегі. Бұл дәрілер төте көрүптүр дейсиз Иә. го Казакстанга. Жакшы дәрілер, соңғы дәрілер. Бізде енді дәрі-дәрмектегі нәрсені көріп отырмын, бірақ енді дауалау жағынан жалпылай дауалау деген нәрсе бар ғой енді. Бірақ өте ақырын болып жатыр да. Кешігіп қалады да. Көп нәрселер. Тексерулердің мәселен рет өте көп. Сол мына науқастың уақытын өткізіп баратын жағдайлар бар. Уақытын өткізіп барады. Иә. Енді мына тура диагноз қою жағында дәлдік дәрежесі қандай? Енді дәлдік дәрежесі диагноз деген нәрсе мәселен төрт түрлі жағдаясында жинақтау болады. Біріншісі, сіз науқас келгеннен кейін өзіңіз көріп, тыңдап, мәселен ұстап деген сияқты тексеруіңіз керек. Одан кейін қанның анализін жасауыңыз керек. Қанның анализіне қарайсыз. Одан кейін мәселен аспаптар, дамыған аспаптар бар, мәселен КТ дейді, МРТ дейді, ПЭТ-КТ дейді, УЗИ дейді, осы сияқты аспаптар бар. Сонымен бірлестіріп барып сіз диагноз қоясыз. Әлбетте енді мәселен сіздің халықтың мәселен сіз жарты жылда немесе бір жылда жалпылай тексеріп отырсаңыз, мәселен дұрыстап тексеріп отырсаңыз, жалпылай мәселен басынан аяғына дейін дұрыстап тексеріп отырсаңыз, онда сіз көптеген науқастарды ерте байқап аласыз. Мәселен жалпылай көп тексерілмесе, я болмаса тексерілгенмен сіз бір-екі түрлі нәрседен тексеріліп, бүтін нәрседен тексере алмасаңыз, онда сіз оны қалтырып қоятын жағдайларыңыз болады. Сонда бұның да барлығы да мемлекеттік органдар дамыту керек. Жүйеге түсіру керек. Енді мына ковид кезінде осы Қытайдың бір озық медицинасы менен осы бір алғашқы бір тапқырлығына қалды ғой. Осы жақта біраз емдеу жолдары болды ма сіздерде сол кезде? Бізде емдеу жолдары болды ол кезде. Мәселен енді сол кезде мәселен енді Ухан қаласында тарқалды деп, сол жақтан келді деп, содан енді бәленбай уақытта келетін болды деп сөйтіп жатты ғой енді. Ол кезде бәленбай уақытта келеді деген кез, сол кезде келіп болған кездер мәселен. Енді сол жақтарда бізде мәселен енді біз Қытайда жұмыс жасағаннан кейін, оны Шанхай қаласында енді Қытайдағы барлық өлкелерде күріштастарымыз болған ол соларменен WeChat арқылы біз хабарласып тұрдық. Ол жақта енді біршама тез болды мәселен. Енді көбі ковид кезінде қалай деген уақытта мәселен қан қоюланып кетіп, ана дидимер деген қан бар, осылар 5000-ға дейін көтеріліп кетеді. Әдетте ол 5-тен төмен болу керек. Сол кездерде мәселен қан сұйылтатын өкілдерді қою керек, антибиотиктерді қою керек. Одан кейін бір жағында сол кездерде гормондық дәрілердің де біраз пайдасы болды. Осындай ковид кезінде. Сол кезде енді біз халықаралық жағдайда осындай курстастарымыз болғаннан кейін дауалау жөнінде мәселен ертерек хабардар болды, ертерек науқастарға не қылып. Енді ол кездерде мемлекеттік клиникаларға адам сыймай қалды ғой. Жекелік клиникаларда қосымша істемесе. Сол Қытайдан келді көмекке бір дәрігерлер. Сол кезде мен істеген клиникадан дәрігерлер келді, бастап келді. Солар осы жерге бір группа болып, 10 адам келді, тәжірибе алмастырып, осында келіп жәрдемдесіп, дәрі-дәрмек жағынан көмектесті біраз. Мына сіздердің Алматыдағы емдеу орталықтарыңыз осындай жаңағы ота жасауға, операция жасауға шарт жағдай бар ғой әзір, ә? Әзір мынау енді осы жерде мәселен ол енді ота жасау үшін операция үйі, мәселен оның тазалығы деген сияқты, киім алмастыратын үйі, оның өзің дезинфекциялайтын үйлердің барлығы дұрыс болу керек. Осының бәрін халықаралық стандарт бойынша жасалды түгел. Одан саймандарда мәселен сіз наркоз қылу керек, тыныс алу аппараты болу керек, жүректің аппараты болу керек, және басқа операцияға істететін саймандар болу керек. Осылардың бәрі толық стандарт бойынша, халықаралық стандарт бойынша даярланған бір өзіміздің группамыз бар. Сол бойынша ота жасау сүйектен, онкологиядан мәселен, енді жалпы медицинадан да врачтарымыз келді. Әйелдерден де, әйелдер ауруынан да врачтарымыз бар. Енді жалпылық одан кейін өзімізде анандай анализ жасайтын, қанның анализін жасайтын орталығымыз бар. УЗИ аппараттарымыз бар деген сияқты. Енді басқалай жағдайларды онкологиялық мына жердегі облыстың, қаланың онкологияларымен бірлесіп, биопсиялық жағдайларды енді онкологияны сол жақтарға апарып жүргізіп жатырмыз, сервистік орнатып. Қазірге дейін міне 20-ға тарта науқас осы 2 айдың ішінде
17 науқасты ота жасадым мен. Осы жаңағы 2 айдан бері. рак ауруының. Рак аурулардан, иә. Олар қайсысы көбірек? Омырауырақ көбірек, иә. Жалғасты емделу үстінде әзір. Жалғасты ем алып жатыр. Бәрі сәтті болып жатыр. Бәрі сәтті. Жақсы болған. Стандарт бойынша істеледі. Халықаралық стандарт ол енді халықаралық жиналыстардан қарап отырасыз да, мәселен, не барып қатынасасыз. Қалай стандарт болады? Сол бойынша жүресіз. Әрқандай нәрсе стандарт, мәселен. Ол дүниеде ортақ дүние. Америкада жылына бір рет СЕСКО жиналысы деп халықаралық онкологиялық жиналыс ашылады. Соған дүниенің барлық мамандары барады. Одан кейін ол да ашылып болғаннан кейін, мәселен, Европакін ашады, Азияныкін ашады, Африканыкін ашады деген сияқты ашылады. Одан қайтып келгеннен кейін Азиядан әрбір мемлекет өзінікін ашады. Әрбір мемлекет өзінің анандай стандартын шығарады. Соған негізделіп отырып, халықаралық стандартын шығарады. Соған негізделіп. Соңғы жаңалықтар бойынша. Соңғы жаңалықтар бойынша. Сол бойынша онкологияның нәрсені. Бізде енді осындай Қазақстанда көптеген жиналыстар болса деп ойлаймыз. Енді әзір осы жоқтағы 1-2 жылдардан бері біраз жиналыстар ашылып жатыр. Енді бірақ халықаралық деңгейге жеткізу керек те соның барлығын. Бізде негізінен шетелдегі мамандардың біраз, әсіресе осы Қытайдағы қандастардың, осы медицина саласында мамандардың біразы келіп, осы елімізге еңбек етіп жатыр. Әзір біраз Қытайдан келген мамандарымыз көбейіп қалды әзір. Мәселен, жүрек саласынан, онкология саласынан, сүйектегі мамандар, әйелдер ауру деген сияқты әр саладан келіп жатыр. Енді жалғасты, мәселен, біздің Европада жүрген қазақ мамандарымыз бар. Одан кейін Америкада жүргендер бар. Жапонияда жүргендер бар, Қытайдағылар бар, мәселен. Осы үшін біз министрлікке талаптар қойдық. Мәселен, Қытайдың дамуының 80-ші жылдары біз көрдік. Шетелдегі мамандардың бар. Бір маман тәрбиелеу деген нәрсеге оған бір 20 жыл, 30 жыл уақыт кетеді. Сол оған қаншама ақша керек, оған қаншама орта керек деген сияқты. Сол үшін мамандарды құрметтеп шетелдегі қазақ мамандарды жинау керек бұл жаққа. Өте көп әзір. Америкада жүрген біздің байланыстамыз. Ана жылы мен сол министрлікке барғанда 40 неше маманның тізімдігін апардым. Шетелде осы Европада, Жапонияда. Елге еңбек еттіру керек. Алды еңбек еттіру керек. Сол үшін маман деген нәрсе өте маңызды. Маманды қалай пайдаланасыз? Өзіміздің де қазақ мамандарымыз шетелде жүр көп. Көптеген алдыңғы қатарда жүрген мамандарымыз да көп. Енді әсіресе дамыған елдермен көп байланыс жасау керек, көп шығару керек. Сонда барып сіздің медицинаңыз. Ал енді мәселен мынандай жағдай бар. Сіз осы жерде барасыз, мәселен біз, доғдырмыз. Европаға сіз үйренуге барасыз. Европада мәселен адамдық құқық дегенде өте құрметтейді. Америкада да солай, Жапонияда да солай. Ол кезде олардың доғдырлары науқастан сұрайды. Мынау бәленбай мемлекеттен келді, сенің отаңды көруге рұқсат па? Болмаса ота жасауға қатынасуға рұқсат па дейді. Сол кезде ол рұқсат бермеймін десе сіз көре алмайсыз. Ал енді мен өзім Қытай елінде 26 жыл жұмыс жасадым. Енді ол елде мәселен көбінде көрсете береді. Науқастардан сұрамайды. Тіпті отаға қатынастыруға да болады. Нақты тәжірибе. Сол үшін мынау тәжірибе деген нәрсе өте маңызды. Сол үшін енді сол кезде қандай елге бару керек, қалай көру керек, сіз енді оны дұрыс талдауыңыз керек те, мәселен. Не болмаса сізді ертіп жүрген сіздің жетекшіңіз барғанды үйрететін, сол сізге көбірек көңіл беретін жағдай болса, енді қатынастын деп мына құрметтесек, қана науқастарда қатынасады ғой, біраз жұмыс жасаса. Енді ал кейбір ол жерде де көп сұрақ қойғаннан кейін шетелдің мамандар барғанымен де көре алмай, не болмаса операцияның өзіне қатынасаңыз тіпті жақсы ғой, қатынаса алмай сырттан көрсеңіз де болады енді. Бірақ оны да көре алмайтын жағдайлар болады. Сіз Астанадан Алматыға қанша уақытта бір келіп тұрасыз? Осы жердегі науқастар жазылып қояды ғой. Науқастар жазылады көбінде. Қай уақыттарға? Көбінде сенбі-жексенбіге қарай келем. Көбінде Еламан клиникасында. Кейде бір аптада бір келем, 7 күнде. Кейде 2 жұмада келем. Негізінен осы жұқтағы осы 3 айдан бері, 8 ай басталды, келу көбейіп жатыр. Осы жерде сұраныс болғаннан кейін. Сұраныс болғаннан кейін. Оның үстінде бұл жердің шарт жағдайы жақсы. Ота жасауға, мәселен, наркозде жақсы. Бұрын Қытай елінде жұмыс жасаған, Сызғандта жұмыс жасап, Сызғанд деген Алматыдағы жақсы клиника. Содан неғылған наркоз жасайтын врачымыз бар. Одан кейін анау операцияханаға қатынасып, соның барлығын даярлайтын медиктеріміз бар. Аппараттарымыз да толық, халықаралық дәрежедегі аппараттар.
Сол үшін бір шама болған енді. Иә, содан кейін Чарт-жағдай кемелденген клиникаға жатады енді. Жалғасты даму үстінде. кемелденіп Жалғасы- жатыр ғой жалғасы жаңағы. кемелдендіреміз. Соңғы аспаптарды кіргізіп деген Иә, сияқты соңғы иә. жаңалықтар Иә, бар. Иә. Астанада қай жерде болды Астанадағы орындарыңыз сіздердің? Астанадағы орын Данаметте бар, нұрлы жол жақта. Иә. Негізінен осы Соған- сұраныс бойынша жазылған бойынша келіп тұр. Негізінде сол жерде тұрады екенсіз ғой. Негізі Астанада тұрамыз. Ол жерде науқастарды көрем, тексерем, диагнозын берем. Бірақ отаным негізінен осы Алматыға келіп жасаймын енді. Енді Астанада да бұрын 2 клиникада жұмыс жасап, сол жерде ота жасадым. Мынау Алматыда 6 клиникада жасадым. Сонымен 8 клиникада. Еламанның чарт-жағдайы жақсы. Жақсы. Рахмет Жақсы. Жеңіс аға бүгін біздің көрермендерге, біздің жазылатын оқырмандарға осы жаңағы аты жаман ауру, рак ауру жайлы таным түсінік беріп жатқаныңызға, көп адамның осы атын естісе болып шошып кетіп жаңағы өзін беріле салатын жағдай бар. Сонда ерте байқап ерте емделсе мүмкіндігі оның әлдеқайда жоғары екендігін, жоғары. медицина дамыды ғой. Иә. Соны көріп жатқан көрермендер мүмкін енді өздеріңіз диагнозға байқап, тіпті ертерек емделіп, болмаса ертерек тексеріліп, енді сондай науқас көбейіп жатыр ғой. Сондай мүмкін белгілер болып жатса, осындай орталықтарға келіп тексеріліп, біраз ала көңіл болмай, ерте байқап ерте емделу керек үйтетін болса, мүмкіндігі өте жоғары екендігін жаңа Жеңіс дәрігеріміз айтып жатыр. Рахмет аға, уақыт тапқаныңызға. Рахмет, жұмыстарыңыз сәтті болсын. Рахмет. Жолашар деп жақсы бағдарлама ашыпсыңдар. Әсіресе мына халыққа Иә. үлкен кейбір түсініксіз нәрселерді, жер алу, үй алу деген сияқты, жұмыс іздеу деген сияқты. Дәл айтасыз. Осы сияқты мәселен ғылым саласында да араласып жатсыңдар әзір. Барлығы жақсы өтті. Жұмыстарыңыз сәтті болсын. Рахмет біздің көрермендерге. Біздің каналға жазылыңыздар, лебіз жазыңыздар, басқаларға таратып қойыңыздар. Біздің Жолашар YouTube каналы, Жолашар бағдарламасы болса, басында айтқандай, осы шеттен келген қандастардың осы елімізге сіңіріп жатқан еңбегін көбірек ұлықтау, сол кісілердің аузынан әрбір саланың мамандары бойынша керемет бір кеңес алу. Сол арқылы шеттегі қандастарымызды осы тарихи отанына оралтуға көмектесу. Сау саламат болыңыздар, келесі кездескенше.